Армысыздар, қымбатты әріптестер. Бүгінгі шеберлік сыныбының тақырыбы аргументті эссе және оны дұрыс жазуды үйрету әдістері. Жазба жұмысын жазуға машықтану, оны сауатты жазу, ойын нақты жеткізу үшін жазылым дағдыларын біз дамытуымыз керек. Білім алушылармен жазуды дамыту жұмыстарын жүргізу бұл күрделі педагогикалық процестердің бірі болып саналады. Жазба жұмысын жазу барысында берілген тақырыпты толық түсініп оқып, оған дәлелдемелер мен фактілерді келтіру құрылымын сақтай отырып, нақты талдау жұмысын жазу үшін машықтану керек. Бүгін біз мынадай мәселелерге тоқталамыз. Аргументтік эссе дегеніміз не? Аргументтік эссені жазудың мақсаты қандай? Аргументтік эссенің қандай құрылымдары бар? Аргументтік эссенің басқа эсселерден айырмашылығы бар ма? Аргументтік эссе оқу бағдарламасында 8-ші сыныптан бастап оқытылады. Оған дейін қарапайым эссе, дискуссивті эссе және келісу-келіспеу эссе сияқты эссе түрлерімен білім алушылар танысады және оның жазу жолдарын нақты біледі. Эссе дегеніміз белгілі бір талдауға негізделген автордың жеке көзқарасы. Эссе академиялық бағытта жазылатын шағын шығарма. Эссе сөзі француз сөзінен шыққан. Эссе белгілі бір тақырыпқа қатысты мәселені талқылауға, түсіндіруге бағытталады. Эссенің бірнеше түрі бар. Анықтамалық эссе, сипаттамалық эссе, дискуссивті эссе, аргументтік эссе, келісу немесе келіспеу эссесі, қарапайым эссе. Бірнеше эссенің ішінен тоқталатынымыз аргументтік эссе. Аргументтік эссені жазуға үйрету бұл ауқымды жұмыс екені белгілі. Жазылым дағдыларын дамытып қана қоймай, біз зерттеу, зерделеу, талдау, қарсы аргументтерді келтіруге үйретеміз. Аргументті эссе белгілі бір мәселеге қатысты пікірге қосылатын немесе қарсы екенін білдіру үшін жазылады. Аргументтерді нақты, сенімді дәлелдер арқылы беру оқырманға автор ойының не үшін дұрыс екенін түсінуге мүмкіндік береді. Аргументтік эссені жазудағы басты мақсаттың бірі тек автор өзінің қолдайтын пікірін ғана жазып қоймай, қарсы пікірді де қарастыру керек. Қарсы пікірді жазып, оны дәлелдер келтіру арқылы жоққа шығару жазба жұмысының негізгі міндеті болып саналады. Аргументті эссенің басты мақсаты келтірілген аргументтер арқылы оқырманды сендіру. Сапалы жазылған аргументтік эсседе тек пікір мен ойдан басқа дәлелдеулер мен фактілер қолданылуы тиіс. Сөзіміз түсінікті болу үшін қарапайым аргументтік эссе құрылымын қарастырып көрейік. Бірінші бөлімі кіріспе. Бұл жерде тақырыпқа байланысты жалпы ақпарат беріледі. Тезис жазамыз. Тезис түсінікті әрі мағыналы болуы тиіс. Екінші бөлімі қолдайтын аргументтер мен қарсы аргументтер келтіреміз. Аргументтер мен дәлелдемелер келтіре отырып, контраргументтерді жоққа шығарамыз. Эссенің әрбір абзасы дәлелденген деректер немесе қарсы пікірді жоққа шығаруға бағытталуы тиіс. Соңғы бөлімі ол қорытынды. Келтірген дәлелдерді тезиспен бірге қарастыра отырып, қысқаша эссені қорытындылаймыз. Пікір мен ұсыныс айтамыз. Аргументтік эссені үйрету жолдары. Миға шабуыл әдісі, яғни белгілі бір проблеманың шешу жолдарын оқушылармен бірге талқылау. Талқыланған мәселе бойынша ойын нақты бір сөйлеммен тезис жазу. Дайындық кезеңі. Эссені дәлелді жазуға деректер, ақпараттар жинау. Жиналған мағлұматтар бойынша зерттеу жұмыстарын жүргізу. Осы жоғарыда көрсетілген жұмыстарды орындап болған соң аргументтік эссенің жоспарын құрамыз. Жоспарды басшылыққа ала отырып, біз шимай дәптерге эссені жазуды бастаймыз. Енді шимай дәптердегі жұмысты редакциялауға көшеміз. Эсседе жазылған әрбір сөзді, сөйлемдерді мұқият оқып шығамыз. Келтірген аргументтер мен контраргументтердің дұрыстығын тексеруіміз қажет. Аудио жазба.
Бұл жерде жазылған аргументтік эссені тексеру мақсатында әрбір оқушыға қолжетімді смартфондағы диктофонға дауыстап оқып отырып, жазып алған жұмысты бірнеше рет тыңдаймыз. Әдетте, әбден зерттеліп, сараланған эссені тыңдай отырып, түзету енгізу өте қолайлы. Жаңа идеялар туындауы мүмкін. Қатемен жұмыс жасаймыз. Тафт әдісін аргументтік эссе жазуды үйретуде қолданған тиімді. Білім алушыларға аргументтік эссе жазуда осы әдістің тиімді болары анық. Арнайы ұсынылған тақырыптарға тезис, аргумент, факт, талдау, тұжырымды әр жолға қысқаша жаза отырып, оқушы нақты қадамдар арқылы аргументтік эссенің жазылу жолдарын жазып дағдыланады. Аргументтік эссені жазуды үйретудің бастапқы сатысында скаффолдинг стратегиясын қолдану оқушыға бағыт-бағдар береді. Скаффолдинг оқушылардың оқу процесінде алға жылжу үшін мөлшерлі көмек көрсету. Ол графикалық органайзерлер, мысалдар, модульдер, тағы да басқалар болуы мүмкін. Скаффолдинг оқушылардың білімге деген қызығушылығын оятуға көмектеседі. Әдетте, білім алушылармен тақырыпты талқылап, жоспарын құрып алғаннан соң скаффолдинг технологиясын басшылыққа алып, көмекші сөздер мен сөз тіркестері кестесін ұсынамын. Бұл технология арқылы оқушы еш қиындықсыз, нақты қадамдар арқылы сауатты, нақты жазу дағдыларын қалыптастыратыны сөзсіз. Скаффолдинг технологиясы оқушыға аргументтік эссені үйретудің бастапқы кезеңдерінде берілетін мөлшерлі көмек болып табылады. Енді сөзіміз нақты болу үшін практикалық жұмыстармен танысып өтсек. Үлгілік оқу бағдарламасындағы 8 сыныпқа арналған қазақ тілі бөлім тақырыптарына қатысты білім алушылардың үздік аргументтік эсселерін талдап көрейік. 8 сыныпқа арналған лексика-грамматикалық бөлімдер, кәсіп пен еңбек, болашақ мамандықтары, биоалуантүрлілік, қызыл кітапқа енген жануарлар мен өсімдіктер, Қазақстандағы туризм мен экотуризм. Аргументтік эссе. Кибер қауіпсіздік маманы қажет пе? Тәжірибе көрсетіп отырғандай, біз қазақ тілі сабағында түрлі түсті қарындаштардың эссенің әрбір бөліміндегі сөйлемдердің асын сызу үшін қолданамыз. Қызғылт сары кіріспе, көк тезис, жасыл негізгі бөлім, қызыл қорытынды бөлім. Бұлай қолдануымыздың себебі оқушы өзі жазған эссенің нақты құрылымының дұрыстығына көз жеткізуі тиіс. Сонымен қатар, скаффолдинг технологиясы арқылы берілген сөз тіркестері өз орнымен қолданылғаны көрінеді. Аргументтік эссе Қазақстандағы экотуризмді дамыту жолдары. Бұл жұмыста да нақты ережеге сәйкес екенін көруге болады. Қызыл кітапқа енген қабыланды құрып кетуден құтқару қаншалықты маңызды тақырыбына жазылған аргументтік эссе бұл оқушылармен зерттеу жұмысын жүргізіп барып жазылған жазба жұмысы. Құрып кетудің алдында тұрған тау шерісін қорғау азаматтық парызы деп тезисі сыныппен өткен пікірталастан кейін түйген ойымыз болатын. Біріншіден, екіншіден, соңғы аргумент алдымен осыған байланысты деп нақты аргументтер келтірілгені байқалады. Эссе жазбастан бұрын тақырыпты мұқият оқып шығыңыз. Дәлелдейтін тезисті, идеяны, негізгі ойды анықтаңыз. Тақырыпты растайтын аргументтерді табыңыз. Дәлелдер, мысалдар, фактілер, дәйек сөздер келтіріңіз. Өз көзқарасыңызды білдіріңіз. Жалпы қорытындыны тұжырымдаңыз. Ал енді эссе жазып болғаннан соң төмендегі сұрақтарға жауап беріп көріңіз. Эссенің негізгі тақырыбы қамтылды ма? Стильдік кемшіліктер бар ма? Ақпараттық ресурстар толық пайдаланды ма? Эсседе сіздің көзқарасыңыз толық көрсетілді ме? Эсседе орфографиялық, грамматикалық қателер орын алды ма? Эссемен жұмыс істеу барысында қандай тәжірибе жинадыңыз? Сөзім соңында Ахмет Байтұрсынның сөзімен аяқтағым келеді. Мұғалім көп әдісті білуге тырысу керек. Оны өзіне сүйеніш, қолғабыс нәрсе есебінде қолдану керек. Қазіргі заман талабына сай білім беру мәселесі сол қоғам мүддесіне сай болуы керек. Өз ішінің шебері ғана жоғары жетістіктерге жетеді. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.